Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Біз бүгін ұрпақ тәрбиесі бөлімін бастаймыз. Сабақтың тақырыбы Мұхтар Шаханов. Сабақтың мақсаты эпикалық, поэзиялық, драмалық шығармадағы автор бейнесін анықтау. Мұхтар Шаханов. Мұхтар Шаханов 1942 жылы 2 тамызда оңтүстік Қазақстан облысы Ілеңгір ауданы Қасқасу селосында дүниеге келген. 1996 жылы Қазақстан Республикасы халық жазушысы, 1999 жылы Қырғыз Республикасының халық ақыны атақтарына ие болған. Мұхтар Шаханов өркениеттің адасуы, жазагер жады, космоформуласы атты романдары ЮНЕСКО шеңберінде қаралып, әлемдік деңгейде қызу пікірталас тудырды. Ақынның шығармашылығы. 1966 жылы көптен күткен бақыт, 1968 жылы адамгершілікті арқау еткен балладалар, 1970 жылы ай туып келеді, 1974 жылы қырандар төбеге қонбайды, 1979 жылы ғашықтық және тағы басқа жыр жинақтары жарық көреді. Әдеби еңбектері. Алғашқы өлеңі 1959 жылы жарияланды. Тұңғыш өлеңдер жинағы 1966 жылы жарық көрді. Бірнеше өлең кітаптарының және халық арасына кең тараған бірқатар әндердің авторы. Балладалары мен поэмалары дүниежүзі халықтарының 20-дан астам тілдерінде аударылған. Баллада дегеніміз не? Баллада поэзия жанры, оқиғаға құрылған лирикалық сарындағы ұсақ өлең. Орта ғасырлардағы француз поэзиясының бүй үстінде айтылатын, махаббат тақырыбын жырлайтын оқиғалы жыры. Баллада кейінірек ағылшын, шотланд поэзиясына сіңіп, халық әдебиетінің лиро-эпикалық әмбебап шағын жанры болады. Диалог. Әдеби шығармадағы екі кейіпкердің немесе бірнеше адамның сөйлесуі, оларды сөйлестіру тәсілі. Диалог кейіпкерді жай бірінен кейін бірін сөйлете беру емес. Ол сөйлесетін адамдардың қарым-қатынасын қалай шиеленісіп, қалай өзгеріп, өрістеп отыратынына сәйкес беріледі. Лирикалық кейіпкер. Поэзиялық шығармалардан көрінетін адамның тұлға бейнесі. Өлең жырларда ақын көбіне өз атынан сөйлейді. Басқа адамның бейнесін жасап, соның атынан айтуы кейде ғана кездеседі. Енді оқушылар, сіздерге тапсырма. Мұхтар Шахановтың шығармашылығына арналған шағын ғылыми зерттеу жүргізіңіздер. Және ақынның кез келген бір өлеңін жаттап келіңіздер.